Ірі транзиттік маршруттардың болуы және мемлекеттің тұрақты дамуы шетелдік инвесторларды ғана емес, шетелдік криминалитет өкілдерін де қызықтырады. Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті және бас прокуратурамен бірлесіп, қылмыстық ортада, оның ішінде Қазақстаннан тыс жерлерде болып жатқан процестерді тұрақты бақылау және қадағалау нәтижесінде шетелдік криминалитеттің кез келген әрекетіне уақытылы және жедел түрде тосқауыл қояды. Өткен жылы Қазақстан аумағына жақын шетелдерден кірмек болған қылмыс әлемінің 4 өкілінің әрекеті тоқтатылды. Вором в законе не являетесь? Да. Вы вор в законе? Да. То есть вы сейчас со свой статуса, да? Я ничего не отказываюсь. 19 мамырда Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен жедел мәліметтер бойынша қылмыстық ортада заңдағы ұры мәртебесіне ие 1963 жылы туған іргелес мемлекет азаматының ел аумағына кіру фактісі анықталды. Ол ұсталып, Орал қаласының полициясына жеткізілді. Қажетті тексеру іс-шараларын өткізгеннен кейін Қазақстан аумағынан Ресей бағытына кетіп, ол жақта көрші мемлекеттің құқық қорғау органдарымен ұсталды. Оған қатысты қолда бар мәліметтерге сәйкес, Ресей Федерациясының сот органдары Ресей Федерациясы қылмыстық кодексінің 210.1 бабы қылмыстық иерархияда жоғарғы дәрежені иелену бойынша іс қаралуда.